Öşürü kelgeli kezdikкен işte. Mekke'ge Allah buyurup, endi öşürge Allah nesip kıldı da. Keldik, Xitaydan geldik, odan da Recep'e Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah öşürü nesip etip de. Alhamdulillah, Allah'a çok şükür etip. Sal tolkup, Allah olsun jetkizgerin edip gözümden jası çıkıp ketken. Alhamdulillah, alhamdulillah. Endi mecede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden salam berip ötüsün dedi, salam berip öttük, çaptaşıp alıp jatmalarımız yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadan çıkkanan keyin alamdardın osunday insanlarga jibergen jolbaşçımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne hadislerini eshitgenmiz, tatkan japalarını eshitgenmiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Söýtüp oturup o bütün insanların sardarıdan dep kişiler tolku payda bolup gözümden jaş çıkıp ketdi mi? Ya. Ben o bir narsa tilemeydin nemini bilem o. Ya. Maşallah, maşallah. Alhamdulillah. Söysem men endi talay namaz kılıp kaldım. O jilasam bölük barıp jilamay gözümden jaş çıkıp öjürde ne kıluu? Kat edip son kunalı bolup kaldım. Yok, işten gitmeydi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'di жақсы көрüp, o kişinin körüge asıqqandan o kişinin ömürlerini eske alıp Riya boldu senin. Yok. Jaş çıkarmağın gerek edi. Yok, işten gitmedi. Sen öjürde. Bol, жақсы. Balkim жақсы amal o. Жақсы amal. Odan endi kunalı bolup kaldım bakalar. Yok. Bol, жақсы. Alhamdulillah. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'di eske alıp, o kişinin ömrünü oylap, o kişinin sabrını oylap, o kişinin ibadatlarını oylap, özünün kançalık derecede Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömrünün aldında kanday bir dünyada kenglikte ekenini körüp, birak kulçuluk jagından kanday bir elsizlikte ekenini oylap, sol jagdaylarda oylap, eske alıp, adamның көзүнөн жаш агатын болса, ол жақсы нәрсе. Жақсы нәрсе. Birak бағанағы өзіңіз ескерткендей, сол жерге барып, жылап, Аллахты қойып, пайғамбардан сұрап жатқандар бар. Одан сақтану керек. Оған қайландырып қоймаңдар деген өсиет бар. Я. Жазакаллах. Alhamdulillah. Бірақ үші келгеніме қуандым. Alhamdulillah. Енді bu İslamның, сол кісілердің, сол жерде жатқан сахабалардың күшіменен, солардың ынтымағымен, несіменен барлыққа келгенде, Maşallah. соны ойлап көзімнен жас шығып тебіренгенімде, Alhamdulillah. сөйтіп, не қылсам, o riya boldu. Gözümün jasın görsetip riya boldu. O jilasam, uyga barıp tünde jilasam boyma. Жоқ. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sol бағанағы bilimdiler var koy bir bölüm bilimdiler. Söйтіп turan bir жерге апарып koydu. Endi қателесіп тұрады да ол білімділерде сондай. Қателесіп қояды. Енді одан кейін ондай нәрселерді тұрғанда өзім сөйтіп айып болғандай болып жүргенімде бір сұрайын енді осы не болса. Жақсы қылыпсыз. Жүректегі қалған нәрсе болмайды. Сұрап алған сауалын қояды деп. Alhamdulillah. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям бағанағы баласын барып көріп жылайды. Сонда сахабалардың бірі, я Расулаллах, сіз жылап жатсыз ба дейді. Сөйтсе айтады, бол момынның жүрегіндегі мейірімділік дейді. Момынның Аллах пендесінің жүрегіне қойған не? Мейірімділік дейді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Масуд радияллаху анхуға маған Құран оқышы дейді. Сөйтсе, я Расулаллах, Құран сізге түскен ғой, қалай сізге оқимын десе, мен де басқа біреуден тыңдағым келеді дейді. Сонда бір аятқа жеткенде Наби саллаллаху алейхи ва саллям хасбук, болады, жетеді деп айтты дейді. Қарасам, көзінен жас ағып жатыр екен дейді. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін ол іштен емес, адам намазда жылап қою мүмкін, дуа қылғанда жылауы мүмкін. Солай ма жоқ па? Адам жағдай барынша жасыруға әрекет қылады. Біреулер дейді ғой енді, әсіресе Рамазандарды көрсең жылайды, бақырып. Ол жақсы емес. Бірақ бір адам жыласа, көзінен жасы, тіпті әкесін яғни жоғатқандығы үшін, баласын жоғатқандығы үшін жыласа, оның ештеңесі жоқ. Ол жақсы. Жүректе мейірімділік бар екенінің белгісі. Шариғатқа қарсы болғаны ол жоқтап жылау. Жариялап елдерге, ой, тауы менің ғой, қайда кеттің, оны алғанша мен алсаң болмайтын беді деп, сондай сөздерді айтып жоқтап жылау, бұл арам. Бұл үлкен күнәрадан. Наби саллаллаху алейхи ва саллям бізден емес дейді ондай істеген адамдар. Дауи дауал жахилия, надандардың істеген ісін істеген адам бізден емес дейді. Амма әшейін сахабалардың өмірін оқып, ғалымдардың өмірін тыңдап мына жерде, солай ма жоқ па? Имам Малик рахимахуллахтың өмірінде қандай қиыншылықтар, Шафи рахимахуллахтың өмірінде болған қиыншылықтар. Шафи рахимахуллах айтады, енді білім талап етушілерге қандай бір
Айтады, тіршілігімде ештеңкеге жейтін ештеңкем жоқ еді. Соменен де сабақ қылып білім талап еткен. Білім талап етудің сапарында жүріп, шөлдеп, мәжбүр болып, сідігін ішуге мәжбүр болған ғалымдар болған. Өлімнен сақтану үшін. Біз солардың өмірін еске алғанымызда тек қана өзімізге өзіміз ашынамыз ақиқатта. Олар сондай жағдайда өтті де біз қандай үлкен неғматтамыз деп. Соны еске алып жыласа, көзінен жас шықса, оның ешқандай несі жоқ. Ол жақсы, алхамдулилля. Бірақ сол төбеде айтылғандай шариғатқа қарсы себептерден сақтану керек болады.